Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Жәрмеңкеге IT, телекоммуникация, аэроғарыш және де электрондық кәсіпорын салаларындағы 20-ға жуық компания қатысады. 10 ақпанда Қазақстанда болашақ бағдарламасының инженерлік технологиялық мамандары бойынша түлектеріне арналған бас жұмыс орындарында жәрмеңкелер өтеді деп хабарлайды цифрлық даму инновацияларының жаңа аэроғашық кәсіпорнының министрлік баспасөз қызметі. Жәрмеңкеде IT, телекоммуникация, аэроп және осыған ұқсас 20-ға жуық компания болашақ түлектеріне бос жұмыс орындары және мансаптық мүмкіндіктер ұсынады. Олардың ішінде Қазақтелеком, Қазинновейшн, Қазпочта, Кселл Теле2, Қазақстан ғарыш сапары, Астана Худ және басқа да тағы компаниялар бар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырыңыздар.